Саламатсыздар ма? Бүгін мынандай аққау кеткен. Түсі қара кеткен аққау кеткенді мындай ыс суға салып, ыс қалпында суға. Сосын кірсабынмен жуып ағартатын боламыз. 70% кірсабын. Қазір бұның қандай кірсабын екенін көрсетемін. Сіздерге мынау пайдаланып жүрген күнделікті. Міне, негізі мынандай новый сабын. Қандай сабын? Міне. Қолданып жүрген сабынмен жуа беремін қазір. Дәл осы сабын. Оны ағартқышқа да салып көрдім, колготкиді. Оны ағармады. Енді осы кірсабынмен жуып сізге көрсетейін отырып. Бірнеше колготки бар осындай. Топтан қазір сізге көрсетейін. Міне, тағы бір екеуі бар. Екі колготки. Оларды қосып аламыз. Бұл алдын ала порошокке салынып жуылған ақ колготки негізі. Бірақ порошоктан ағармады. Енді осы 70% кірсабынды ағартады деп көрген болатын бір жерден. Онда бір табанын жуып көрдім, ағартты. Қазір онда да ағартты деп сенеміз. Өстіп сабынды жағып кішкене қоя тұрамыз. Келесі жуамыз. Жалпы нәтижесі жаман емес. Ағат келіп жатыр. Бұны ағат алмай жүрген көп екен. Сосын киімей тұрып ағарса қайтадан киетін боламыз. Бір бүтін колготки. Бұнда бүйтіп көпіртіп жағып қоятамыз. Келесі боламыз. Келесі вообще қап қара. Мындай көп кеткен бе? Ана екеуіне қарағанда қатты қара болды. Onu da sабында жағып қоятамыз. Бірінші сабындағы колготкимізді алып осыны да жуып көрейік.
көріп тұрғандарыңыздай бірталай ағарып қалды. Шынымен де кірсабын ағартады екен. Қазір таза суға салып аламыз, сол кезде көреміз. Келесі mana үшінші головке. Суға біраз кірі шықты. Негізі бұл жуылған таза головке. Сонда да шама кірі бар. Шықпайын. Енді осы суды ауыстырып, келесі суға салып аламыз. Мына зүртіп аламыз. Енді жаңа головкелерімізді аламыз. Суға саламыз. Кәдімгідей ағады. Мына екі головке, жаңа бірінші шыққан, екінші шыққан екі головке. Бұлай өзі кірсініп қалғанда, қарайып қалған бұл. Ал мына үшінші головке түрлі түсті қара киіммен жуылып кеткен. Бұл енді қатты онша ағара қоймады, бірақ алдыңғы күйінен жақсы. Былай жақсарып қалды. Кәдімгі кірсініп қалған нені кетеді екен, кірсағын кәдімгідей. Головкеміз біраз жақсы болып ағарып, нәтиже шықты. Осылай жуып алыңыздар. Көптен кие алмай тұрған ақ головкелеріңіз болса, осылай ыстық сумен және кір сабынмен жуып алсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.